Шоколадный сметанниктің рецептісімен бөлісемін. Қазіргі таңда сметанниктің түр-түрі хит болып жатыр. Карамельный, шоколадный. Карамельді сметанникті мен бөлістім сіздермен, YouTube каналымда бар. Және де осы шоколадный сметанникті жасап жатырмын. Өте оңай екен, дәмі супер болып шығады. Үлкендеу ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп саламыз. Разрыхителді саламыз. Венчикпен араластырып аламыз. Шекерді салып, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, қамыр жасап бастаймыз. Біздің қамырымыз үгітілмелі, яғни песочный болып келеді. Бір жұмыртқамызды салып, әрмен қарай қамырды жасап жалғастырамыз. Қамырымыз бірігіп бастайды. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа, салафанға салып, жарты сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бұл шоколадный сметанник болғандықтан шоколадты өте көп қажет етеді. Менде Қазақстан шоколадтың 2 пачкасы кетті. Осылай шоколадты бірінші қолымызбен үгітіп аламыз. Осы шоколадты ерту үшін сары майымызды үстінен салып, водяной баняда ертуіміз керек. Міне видеодағыдай ыстық судың үстінен осы ыдысты салып, ертіп аламыз. Міне венчикпен араластырып жатырмын. Аздап суытып болғаннан соң, бөлек ыдысымызға шекерді салып, үстінен 3 жұмыртқамызды салып, жұмыртқамызды шанышқының көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Суығаннан соң ғана осы шоколадты салып, венчикпенен біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып жатырмын. Міне осылай біркелкі болғанша араластырамыз. Оның үстінен қаймағымызды салып, тағы да араластыруымыз керек. Үстінен какао ұнтағын саламыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді пергамент қағазының үстінен, яғни осындай менде таба бар. Сіздерде егер кальцо болатын болса, кальцоны қолдансаңыздар да болады. Менде осындай таба, оның үстінен пергамент қағазын төсеу міндетті. Сосын жаңағы тоңазытқыштағы қамырымызды алып, теңдей етіп 2-ге бөлеміз де, бір бөлігін астыңғы қабатына қойып, осылай жайып аламыз. Немесе оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар болады. Міне жайып шықтым. Қалған екінші бөлікті жандарына бортики жасаймыз, яғни жандарын осылай қоршап шығуымыз қажет. Видеодағыдай жасайсыздар. Жандарын осылай жасап шықтық. Енді үстінен салмамызды құямыз. Шоколадный сметанникті жасап жатқан кезде пешті алдын ала 5-10 минут алдын қосып қойыңыздар. Сонда пешіміз қызып тұрған кезде салған дұрыс. 170 градуста 40-45 минут бойына пісіруіміз қажет болады. Осылай үстелдің үстіне 1-2 рет ұрып жіберіңіздер. Сонда шоколадный сметаннигіміз теп-тегіс болып, беті тегіс болып, әдемі болып шығады. Шоколадный сметаннигімізді пештен алғаннан соң бөлме температурасына суытып алыңыздар. Сосын тоңазытқышта 2-3 сағат бойына сақтап қойсаңыздар, өзінің формасын жақсы ұстайды. Сосын барып кескендеріңіз дұрыс болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.